Баршаңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер және бізбен бірге дәл осы рецептпен салатты жасап көрсеңіздер болады. Құрамына керек заттар бізде корейский капуста, ірімшік, тауық еті, жұмыртқа, қайнатылған картоп, консервдегі жүгері және майонез қажет болады. Ең алдымен осылай қайнатылған картоптарымызды ыдысымызға орналастырып аламыз. Картопты қайнатқан соң турасаңыздар да болады, немесе осылай алдын ала турап қайнатсаңыздар да болады. Және оның үстіне осылай майонезімізді біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Осылай формаға жинасаңыздар өте әдемі көрінеді. Сондықтан егер формаңыз болатын болса, дәл осылай жинасаңыз болады. Келесі кезекте бізге тауық еттер қажет болады. Тауықтың төс етін пайдалансаңыздар да болады, немесе кез келген тауық етін пайдалануға болады. Ал егер тауық еті болмаған жағдайда, оның орнына сиыр етін қолдансаңыздар да өте дәмді, тойымды салат болып шығады. Білесіздер, бізде бұл барша ет тағамдары, жұмыртқа бізде белок болып есептелгендіктен, кешкі ас ретінде дәл осы салатты жеп қарындарыңызды беймарал тойдырып алсаңыздар болады. Не туралған тауық еттеріне дәл осылай ыдысымызға орналастырамыз және оның да үстінен майонезді бірсыпыра етіп құйып шықсақ болады. Егер арықтау кезеңінде жүрген болсаңыз, оның үстіне қаймақтың орнына майонездің орнына қаймақ пайдалансаңыздар тіптен керемет болып табылады. Калориясы өте аз және тойымдылығы жоғары дәмді салат пайда болады. Енді кезекте бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны да дәл видеодағыдай етіп ұзынша бөліктерге бөліп шығатын боламыз. 2 дана жұмыртқа бізге жеткілікті, бір тарелка үшін. Енді жұмыртқамызды да орналастырып шығатын боламыз. Байқасаңыздар, әр ингредиентті орналастырған кезде олардың арасына біз осылай майонез жағып шығып жатырмыз. Егер майонез ұнататын болсаңыздар, салаттарыңызға көбірек қоссаңыздар болады. Келесі кезекте бізге ірімшік қажет болады. Оны дәл осылай видеодағыдай етіп майда бөліктерге бөліп шығамыз. Ірімшік қоссаңыздар өте дәмді, құнарлы болып шығады салаттарыңыз. Барлығында турап алдық. Енді оны жұмыртқаның үстіне орналастырып шығамыз. Оның да үстінен майонезімізді біркелкі етіп қосып, келесі кезекте бізге осылай корейский капуста қажет болады. Корейский капуста үстіне қосылғанда салатымыз өте нәзік болып көрінгендіктен, әрі мына жерде белок тағамдары өте көп болғандықтан осы капуста өте жеңіл асқазанға тиеді. Енді оның үстіне осылай жүгерілерді, консервіде жүгеріні орналастырып шығатын боламыз. Және бізге майонез керек болады. Жасау жолы өте оп-оңай, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Осылай туралған капусталарымызды ең үстіне орналастырып шығамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Қонақ келсе де ұялмай дастарханға қоя берсеңіздер болады. Біздің арнамызға тіркелуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!